Сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерінен ұстадым. Төреғали ажырасып кетіпті дегенде алғашында сенбеген едім. Өйткені екі баласы бар, тату-тәтті отбасы еді. Төкеннің өзі де, әйелі Маржан да сыйласымдағы жақсы жандар. Аға деп сызылып тұрады. Негізі Төкеңдей құдай көшім болғанына разы едім. Амал қанша, олардың ажырасқаны рас болып шықты. Шымқала ысып кеткен соң отбасымды алып, Борабайға бір аптаға демалып келіп едім. Алдымнан осындай өсек шықты. Жалпы, жақсылықтан бұрын жамандықты алдымен дуылдата айтатын халықпыз ғой. Үйге келіп шешініп, шайға отырғанымыз сол еді. Көршілеріміз бірінен кейін бірі сәлем берген болып келіп, Төкеңнің ажырасқанын сүйінші сұрағандай қылып жар салды. Сенгім келмеген, бірақ ақиқат сол екен. Арада бір күн өткен соң Төкеңнің өзі келді. Алдымен Борабай қалай екен, қалай демалдыңыздар деп хал жағдай сұрасқаннан кейін жағдайды естіп жатқан шығарсыздар. Солай болып қалды деп күрсініп төмен қарады. Естуін естідік, бірақ өз аузыңнан естіген басқа. Не боп қалды? Өзгеге үлгі болатындай отбасы едіңдер ғой дедім. Әйел деген қойныңдағы жатқан сұр жылан, байқамасаң шағып алады деген бекер айтпаған екен. Әйелім нағыз сұр жылан болып шықты, деп әңгімесін бастады Төкең. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Үстімнен үстім ұстап алдым. Жағдай осы. Ондай әйелмен қалай өмір сүруге болады? Сіңлісі үйленіп тойға барып келген соң, әйелім кәдімгідей өзгерді. Сіңлісінің күйеуі, яғни бажам жайлы жиі айтатын болды. Қандай көрікті жігіт, қандай іскер. Сіңлімнің бағы бар деген сияқты әңгімені жиі көңілсіздеп отырады. Бажам Қызылорданың тумасы. Шымқаламен екі орта алыс емес. Әйелім сіңлім айтып қалыпты, бүйтіп қалыпты деп Қызылордаға жиі баратын болды. Одан көңіліме ешқандай күдік келген жоқ. Сөйтіп жүріп жаттық. Бажама да түрлі сылтау айтып Шымкентке жиі келгіштеді. Кейде үйге қонып апталап жатып қалады. Тірлік жасап жатқан бала ғой деп ішімнен ойлап қоямын. Бажам келген кезде әйелім гүл-гүл жайнап кетеді. Маған пісірмейтін тамағын пісіріп, ішіп отырып алып отыр деп ішіне түсіп кете жаздайды. Бажамды әйелім қатты сыйлайды деп мен ішімнен риза болып жүретінмін. Сөйтсем, ойлары басқа екен ғой. Мен жұмыстың адамымын. Таңертең кетіп, кешке келемін. Келсем бажам керіліп диванда теледидар көріп жатады. Әйелім айналсоқтап соның жанында жүреді. Бір күні күннің ыстығы өтіп кетті ме, басым ауырып болмаған соң жұмыстан сұранып, түс әлетінде үйге қайттым. Екі балам жазғыла келді. Үйде бажам мен әйелім қалған. Үйге келіп есікті тартсам жабық тұр. Әйелім бір жаққа, бажам болса өз тірлігімен кеткен болды ғой деген ойда есікті өз кілтімен ақырын ашып үйге кіргенім сол еді. Жатын бөлме жақтан бір қарбалас басталып кетті. Аяғымды шешпестен жатын бөлмеге ұмтылдым. Көзім шыға жаздады. Тыр жалаңаш әйелім халатын үстіне кие алмай әлек. Ал бажам сейсепті беліне орап төсектен тұрып келе жатыр. Шамасы екеуі де аяқ асты мені келеді деп ойламаса керек. Осылайша әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерінен ұстадым. Мұндай опасыздық бола ма? Бажа емес арамза екенсің. Ақ төсегімді ойрандадың. Қатынымды арбап, астыңа салдың деп бетіне түкіріп, тыр жалаңаш қалпында тепкілеп үйден қуып шықтым. Салдақы, осы екен ғой сенің Қызылордадағы жиі барқыштап кеткенің. Көтің әбден қышыған екен, жүзекше. Ана ержетіп қалған екі балаңа ұялсаң етті. Енді туғандарының ана сіңнің бетіне қалай қарайсың, деп бір ұрып құлатып, тұншықтырып өлтіргелі жатыр едім. Айқай шуды естіген көршілерім жүгіріп келіп ажыратты. Әйтпегенде ақ төсегімді арамдаған әйелімді расында өлтіріп тастайын деп едім. Менде кінә жоқ. Ана бажаң мені арбап алдына, астына салды. Басымды дуалап тастады ма білмеймін. Оның айтқанына көніп, дегенін істей беретін күйге түстім. Оның ойнасы болып қалғанымды білмей қалдым. Енді оны үйге жолатпа. Кешір мені Төлеш, кешір деп жылай әйелім аяғыма оралды. Бірақ кешіре алмадым. Бәлкім, бөтен бір еркекпен жатып ұсталса,
бір сәттілік сезімнің құрбаны болған шығар деп кешірелмедім. Бірақ бұл менің бажамның ашынасына айналып тұр ғой. Қалай кешірем? Ал бажам болса үйге келіп араласып, дәм татып тұрып осындай опасыздық жасап отыр. Ол екеуін кешіруге бола ма? Екі балам да әкеммен қаламыз деді. Әйелімді қуып жібердім. Жүрсін енді қара бет болып. Жаным деген, адал жарым деген әйелімнің істегені мынау. Екі аяқты да бажа тату деп жатушы еді. Сөйткен бажамның жасағаны мынау. Енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жағдай осы аға деп әңгімесін аяқтады Төкең. Мен үндемедім. Тек Төкеңнің айтқанын жөн деп қостай бердім. Сіз не деп ойлайсыз, оқырман? Әйелдікі түсінікті, жылы сөзге арбалып түсіп қалған шығар. Ал бажаның иттік жасағаны дұрыс па?